қалған отбасынан, жеңістерді әлемнің баршасынан, балаларын жетектеп қазақ елі аттады мәңгілік ел қазбасына. Елді ұлы дала даналары, ғасырлап жаңарды саналары, ауызды да ғарышты отыр зерттеп, бүгінде Қазақстан балалары мәңгілік ел арманымның асқары, мәңгілік ел бақытымның бастауы, мәңгілік ел тарихымның дастаны, мәңгілік ел нұрлы жолға бастады. Мәңгілік ел менің әппақ мұратым, болашаққа нұрым шашып тұратын. Мәңгілік ел нұрлы жолы қазақтың, бар әлемге мойындатар қуатын. Мәңгілік ел шешілгенсіз даламның, мәңгілік ел ақ түйір анамның. Мәңгілік ел мәңгілікке аманат, мәңгілік ел нұрлы жолы бабамның. Мәңгілік ел бейбіт өмір әуені, мәңгілік ел анамдай әдемі. Мәңгілік ел тәуелсіздік тілегі, мәңгілік ел бүкіл халық тілегі. Облысымыздың дәрісті жастары әлем сахнасын мойындатып, республикалық, халықаралық музыка байқауларында жеңімпаз атануда. Осындай өнерлі жастарымыз бүгін ортамызда. Құрметті форумға қатысушылар, мен Абрашұлы Айбар, облыстық дарынды ер балаларға арналған Қазақ-түрік мектеп-интернатының 11-ші сынып оқушысымын. Физика пәнінен өткен халықаралық олимпиадалардың 6 дүркін, республикалық олимпиадалардың 5 дүркін жеңімпазымын. Осы жылдың шілде айында Швейцария мемлекетінің Цюрих қаласында өткен 47-ші дүниежүзілік физика олимпиадасында күміс медальді иелендім. Біздің облыстық дарынды ер балаларға арналған Қазақ-түрік мектеп-интернатының оқушылары биылғы жылы Вьетнам, Швейцария, Қытай мемлекеттерінде өткен әлем олимпиадаларында 4 медальді иеленіп, Қазақстанның туын көкке желбіретті. Осы жетістіктерге елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың дарынды жастарға жасап отырған үлкен қамқорлығының арқасында жетті. Біз жеңісімізді Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арнаймыз. Құрметті жастар, алға қойған ұлы мақсаттары бар, ертеңіне сеніммен қарайтын, жастары алғыр, жаңалыққа жаны құштар, рухы биік ел ғана мәңгілік ел болып ғасырлар бойы жасайды.
облыстың дарынды жастарының атынан баршаңызды ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен құттықтаймын. Уважаемые участники форума, современная молодежь Республики Казахстан – это надежная опора президента в деле построения новой интеллектуальной нации 21 века. Активность молодых людей становится все больше, которые хотят внести свой личный вклад в развитие нового Казахстана. Доказательство тому – участие нашей молодежи в международных молодежных конкурсах и олимпиадах. И я, Исабаев Чингиз, вместе с Ташеновым Султаном в 2016 году приняли участие в международном конкурсе научных проектов «Человек-Земля-Космос» и стали бронзовыми призерами. Мы не должны останавливаться на достигнутом. Время идет, технологии меняются, и мы обязаны идти в ногу со временем. Мы должны стараться учиться, работать на благо нашего государства, чтобы внести свой личный вклад в развитие нашей Родины, в Республике Казахстан. Армысыздар, құрметті форумға қатысушылар. Мен Қамшыбек Ахмет, Тұрар Рысқұлов ауданы Шоқан Уәлиханов орта мектебінің 9-шы сынып оқушысымын. Мен сөздің өткірін, ойдың ұшқырын Абай атамыздың өлеңдерінен таптым. Асыл сөзді іздесең, Абайды оқып, ерінбе дегендей, Абай атамыздың әрбір сөзінен асыл сөздің құдіретін тани түстім. Абай Құнанбаев пен Шәкәрім Құдайбердіұлының осыланда 350-ге жуық шығармасын жатқа білемін. Әрбір жастаған өлеңі өмірдің көзқарасының қалыптасуына ықпал етті. Биылғы жылы Киелі Жиебай жерінде өткен 17-ші республикалық абай оқулар байқауында 124 оқушының ішінде бас жүлде иеленді. Құрметті жастар, бойымызда талант, дарын бар, жүрегімізде жігер толы жалын бар, биік ұстап тәуелсіздік тұғырын, жастарында жалындай бер, жалында. Құрметті форумға қатысушы жастар, мен Тұрсынбекова Айгерім, каратэ-додан халықаралық дәрежедегі спорт шеберімін. 2015-2016 жылдары Польша және Грузия елдерінде өткен әлем чемпионатының 2 дүркін жеңімпазымын. Сингапур мемлекетінде өткен Азия чемпионатының күміс медаль иесімін. Және жақында ғана Батуми қаласында өткен әлем кубогында жеңіске жеттім. Бұл жеткен жетістіктердің барлығы жаттықтырушыларының қажырлы еңбектерінің арқасында деп ойлаймын. Мен өз жеңістерімді тәуелсіздігіміздің 25 жыл мерекесіне арнаймын. Құрметті жастар, жарқын болашағымыз үшін сіздерді спортпен шұғылдануға шақырамын. Дорогие участники форума, меня зовут Кайназарова Еркежан. Я ученица 10 класса специализированной школы для одаренных детей с обучением на 3 языках. В этом году я стала серебряным призером международного конкурса научных проектов «Молодой ученый», который проходил в городе Тэджон, Южная Корея. Свою победу я хочу посвятить 25-летию независимости своей Родины, а также народу Казахстана. As the proverb says, youth is the golden bridge to the future, and talented young people like us have to be encouraged with clear objectives of independent country and move ahead. Құрметті жастар, баршаңызды ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Thank you.
Шіркін артық туыстар Елге келіп жүргеніме Ата мерген аласымен тырысты Сенің гүлі айранмас күші Өзіңнің бір бөлшегімін деп өсті
Құрметті дарынды жастар ұлт болашағы форумына қатысушы қонақтар, елбасымыздың жастарға сендер болашаққа деген үмітіміздің тірегісіңдер деп сенім артуы сендерге үлкен жауапкершілікті жүктейді. Ендеше елбасымен бірге болашаққа сеніммен қарайтын дарынды жастардың үндеуі. Біз дарынды жастар ұлт болашағы атты облыстық форумға қатысушылар, облыстың дарынды жастарына үндеу жолдаймыз. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, сендер тәуелсіз Қазақстанның келешегі үшін тарихи жауапкершілік арқалайтын азаматсыңдар. Осы жауапкершілікті сезіне біліңдер деген болатын. Сондықтан біз дарынды жастар мәңгілік ел азаматы болуға, нұрлы жол деп атаған президентіміздің Қазақстан халқына жолдауында көрсетілген биік мақсаттарға жетуге тиіспіз. Біз тәуелсіз Қазақстанды мәңгілікке бастаймыз. Біз еліміздің жарқын болашағы үшін нақты қадамдар жасаймыз. Мәңгілік ел іргесін қалайтын, босағасын берік ететін, туын заңғар көкте желбіреді, арманын асқақ ететін біздер. Біз тәуелсіз, болашағы жарқын, мәңгілік елдің ұландарымыз. Біз таңдау еркін, мақсаты биік, мүмкіндігі кең ұрпақпыз. Біз қазақ елінің жаңа дәуірінің жаршыларымыз. Біз бүгінгі дарынды жастар білімімізді, күш қайратымыз бен жігерімізді гүлденген Қазақстанның болашағына, ұлы дала елінің игілігіне, мәңгілік ел идеясының орындалуына арнаймыз. Құрметті дарынды жастар ұлт болашағы форумына қатысушы қонақтар, елбасымыздың жастарға сендер болашаққа деген үмітіміздің тірегісіңдер деп сенім артуы сендерге үлкен жауапкершілікті жүктейді. Ендеше елбасымен бірге болашаққа сеніммен қарайтын дарынды жастардың үндеуі. Біз дарынды жастар ұлт болашағы атты облыстық форумға қатысушылар, облыстың дарынды жастарына үндеу жолдаймыз. Елбасымыз
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, сендер тәуелсіз Қазақстанның келешегі үшін тарихи жауапкершілік арқалайтын азаматсыңдар. Осы жауапкершілікті сезіне біліңдер деген болатын. Сондықтан біз дарынды жастар мәңгілік ел азаматы болуға нұрлы жол деп атаған президентіміздің Қазақстан халқына жолдауында көрсетілген биік мақсаттарға жетуге тиіспіз. Біз тәуелсіз Қазақстанды мәңгілікке бастаймыз. Біз еліміздің жарқын болашағы үшін нақты қадамдар жасаймыз. Мәңгілік ел іргесін қалайтын, босағасын берік ететін, туын заңғар көкте желбіретіп, арманын асқақ ететін біздер. Біз тәуелсіз, болашағы жарқын, мәңгілік елдің ұландарымыз. Біз таңдауы еркін, мақсаты биік, мүмкіндігі кең ұрпақпыз. Біз қазақ елінің жаңа дәуірінің жаршыларымыз. Біз бүгінгі дарынды жастар білімімізді, күш қайратымыз бен жігерімізді гүлденген Қазақстанның болашағына, ұлы дала елінің игілігіне, мәңгілік ел идеясының орындалуына арнаймыз. Жасай бер Қазақстан мәртебесі, самғай бер еліміздің көк